Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өзімнің Instagram каналымда айтқандағыдай 2025 жылы 7 сәуірден бастап енгізілетін Орда аймақ программасы туралы айтқым келеді. Орда аймақ программасы туралы білу үшін сіздер ең бірінші өздеріңіз телефоныңыздағы браузерге кіресіз. Мысалы, менде Chrome. Соған Chromeға кіресіздерде поискқа orda.homeportal.kz деп тересіздер. Сол кезде сізде астында нәтижелер шығады. Бұнда біз ең бірінші болып шыққан жилищный портал АО КЖХ деп тұр, соны басамыз. Мінекей, ашылды. Енді қараңыздар, ең бірінші условия, яғни шарттары. Мына жерде шарттар түгел жазылған. Суммасы 75 миллион теңгеге дейін, срок 240 айға дейін. Бастапқы жарна бұл жерде 20%-дан басталады, және ставка вознаграждения, яғни пайыздық ставкасы 15-9-дан басталады. Бұл жаңағы 21 жастан асқан кез келген адамға беріледі. Мінекей, заявканы қалай беру керек тоже жазылған болатын. Мына жерде квартираны таңдайсыз, заявка жібересіз. Міне мына жерде астына түсірсеңіз, полностью сіздерге жазылған болатын. Енді мына жерде объекті дегенді бассаңыздар, сіздерге қандай объектілер, яғни қандай ЖК-лар бойынша осы программа жұмыс жасайды, сол көрсетілетін болады. Мына жерде енді қарасаңыздар, Қостанай қаласында, Өскемен, Қостанай, Атырау, Ақтөбе, Атырау қалаларында бар екен. Алдағы уақытта бұған басқа да қалалар қосылуы мүмкін, және де басқа да ЖК-лар қосылуы мүмкін. Сондықтан осы списокті күн сайын немесе апта сайын қарап отырыңыздар. Енді мына жерде калькулятор деп тұр. Бұл калькуляторға мысалы сіздер өзіңіздің алатын жаңағы үйіңіздің суммасын жазасыз. Мысалы 15 миллион теңге болатын болса, мысалы ретінде, первоначальный взнос сіздерде 3 миллион теңге болу керек. Срок мына жерде 20 жыл деп тұр, енді 20 жыл көп болады. Мысалы 180 айға кіруге, 15 жылға стандарт. Сондағы ай сайынғы төлем сіздерде 175.408 теңге болады. Мінекей, осылай бірден калькулятормен есептей аласыз үйдің стоимостын, және де ай сайынғы төлемді осылай тексере аласыз. Енді отделение дегенді басаңыздар, мына жерде әр қала бойынша адрестері және телефон номерлері тұрады. Мінекей. Так. Бұны негізі компьютерден де ашуларыңызға болады, сол кезде үлкен болып шығады список. Мінекей, әр қала бойынша отделениесі, және де басшысы, және де телефон номері. Немесе бірыңғай единый колл-центр бар. Мінекей, осы номерге звондап білулеріңізге болады. Өзіңіздің регионыңызды айтсаңыз, сол регион бойынша жаңағы финансирование бар ма, немесе қандай ЖК-лар қатысады, соны біліп отыруға болады. Дәл осындай әдіс. Мінекей, бұл программа бойынша әрине бірінші нарықтан ғана үйлер берілетін болады, және бұл программа бойынша атыңызда үй бар ма, жоқ па, маңызды емес, және де ешқандай депозитте ақша жинауда керек емес. Сондықтан, егер условиясы жаңағы шарттары жаңағы үйлері ұнаса, әрине заявка жіберулеріңізге болады. Ал енді видео ұнаса лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта осындай программалар пайда болған жағдайда мен сіздерге айтып отыратын боламын. Сондықтан каналға тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.